Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Атың кім? Мұстафа. Әкең аты кім? Ербол ұстаз. Сені кім жаратты? Алла тағала. Не үшін жаратты? Ғибадат ету үшін. Дәлелің бар ма? Бар. Қандай? Жария 56 аят. Ислам қанша парыз бар? 5. Біріншісі, Иман. екіншісі, Ораза. жоқ. Екіншісі намаз. Үшіншісі, Ораза. төртіншісі, Зекет. бесіншісі. Қазлық. Мұсылмансың ба? Альхамдулилля мұсылманмын. Қалай дәлелдейсің мұсылман екенді? Ла илаха илlallah Мұхаммад расулуллах. Қазақшасы қандай ол? Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед пайғамбар Алланың елшісі. Пайғамбарың кім? Мұхаммад. Пайғамбардың анасының аты кім? Амина. Әкесінің аты кім? Абдуллат. Тамақ қай қолмен жейсің? Оң қолмен. Тамақ жеген кезде не дейсің? Бисмилла. Құрандағы бірінші сүренің қандай? Аты қандай? Аль-Фатиха. Оқып берші Аль-Фатиханы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Ой, машалла. Тақпақ білесің ба? Білем. Айтшы тақпақ. Мен айтам тақпақ, ислам дінім мақтап, басқамды қапқыра, мен дінім аппақ. Руың не? Байжігіт. Ұлтың ше? Қазақ. Қазақтың бірінші ханы кім? Керемен Дарбек. Қазақтың ең соңғы ханы кім? Кересары. Қазақтың 300-дің басын қосқан кім? Аблехан. Қазақтың бас ақыны кім? Абай. Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіздігін алды? 91. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Назарбаев. Ой, молодец.